Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен қазақстандық жаңа арна Делакс. Қарапайым ойындар қызықсыз болып кетті ме? Қорқыныштың дәмін татқыңыз келеді ме? Ал сіз елестермен немесе басқа да қорқынышты құбылыстармен ойнап көрдіңіз бе? Осы үшін неше түрлі соңы қалай аяқталатыны белгісіз паранормальды ойындар бар. Ойын іске асады ма белгісіз, бірақ мүмкін сіз рас немесе өтірік екенін анықтайтын шығарсыз. Егер қолыңыздан келсе әрине. Бұл сізге ойнауға кеңес бермейтін 5 ең қорқынышты паранормальды ойындар тізімі. Кеттік. Түн ортасындағы адам. Бұл ойын үшін майшам, сіздің қаныңыз, қағаз, тұз және де сіріңке керек. Есіміңізді қағазға жазыңыз. Саусағыңызды тесіп қанын қағазға ағызыңыз. Жақсылап сіңсін. Қағазды кіре беріс есік алдына қойғаныңыз жөн. Үстіне жанып тұрған майшамды қойыңыз. Сосын есікті 22 рет қағыңыз. Және ең соңғысы түн ортасында соғылғанын бақылаңыз. Есікті ашып майшамды сөндіріңіз. Сіз дәл қазір үйіңізге түнгі адамды кіргіздіңіз. Енді есікті жауып, майшамды жақсаңыз болады. Ойын басталды. Ендігі міндетіңіз қолыңыздағы майшаммен үйді кезіп жүруіңіз керек. Және қандай да жағдай болса да түнгі адаммен кездесуден қашыңыз. Егер майшам кенеттен өшіп қалатын болса, түнгі адам жақын жерде деген сөз. Сізде оны қайта жағу үшін бар жоғы 10 секунд уақытыңыз бар. Егер үлгермей жатырсаңыз, өзіңізді айналдыра тұзбен қоршаңыз. Үлгермеген жағдайда түнгі адам сізді түнгі сағат 3:33-ке дейін қорқытатын болады. Сағат түнгі 3:33. Түнгі адам үйден кетеді. Ойында қандай жағдай болса да жарықты қоспаңыз. Фонарикті жақпаңыз. Тіпті ұйықтамаңыз. Және қағазға қаныңызбен басқа адамның атын жазудан қашыңыз. Әйтпесе түнгі адам ашулануы мүмкін. Бұндай жағдайда не болары белгісіз. Лифт басқа әлемге апарар жол. Бұл Кореядан шыққан ойын. Ережені дұрыс орындаған адамдардың соңында басқа әлемге түсетіні белгілі. Алдымен сізге биіктігі 10 қабаттан кем емес лифті бар ғимаратты табу керек. Лифтті 1-ші қабатқа шақырып ішке кіріңіз. 4-ші қабатты таңдаңыз. Шықпай 2-ші қабатты таңдап, 6-шы қабатты қайта басыңыз. Содан кейін 2-ші қабатты басыңыз. Сосын 10-ші қабатқа жеткесін 5-ші қабатты басыңыз. Сосын 5-ші қабатта сізге жас қыз қосылуы мүмкін. Және оған қарамай, ешқандай да назар аудармай сөйлеспеңіз. Қыз ішке кіргесін 1-ді басыңыз. Егер бәрін дұрыс жасасаңыз, лифт бірге түсудің орнына 10-ші қабатқа көтеріледі. 10-ші қабатқа жетпей тұрып, кез келген қабатты басып ойыннан шығуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Егер есік 10-ші қабатқа келіп ашылатын болса, сіз басқа әлемге тап боласыз. Кері өз әлеміңізге қайту үшін ритуалды керісінше жасауыңыз керек. Кейбір адамдардың айтуынша кері қайту анағұрлым қиынырақ. Сіз қандай лифтпен келгеніңізді ұмытып немесе сіз лифтке жақындаған сәтте лифт сізден алыстай беруі мүмкін. Уиджа тақтасы. Паранормальды ойындардың арасындағы танымал түрі. 1890 жылдары американдық бизнесмен L.A.J. Бонтон есімді адамның иелігінде болды. Бірақ та оны ойлап тапқан сол адам ба, басқа ма, нақты дерек жоқ. Әдетте бұл тақтада алфавиттегі әріптер, сандар, я, жоқ және сәлем, сау бол деген сөздер бар. Ойынның шарты бойынша қатысушылар қолдарын қозғалмалы тақтаға қойып, басқа әлеммен байланысуға іштей дайындалады. Уиджи тақтасымен байланысты мыңдаған оқиғалар бар. Спиритуалистердің растауынша, тақта өзіне тән, осы әлем мен рухтар әлеміне баратын порталды ашады. Айнадағы ібіліс. Бұл ойынды ойнау тек жылына 2 рет қана мүмкін. 25 желтоқсанда Иисус дүниеге келген тойлаған кезде және крестке қинап өлтіргенде. Бұл ойын үшін айна және 12 шам керек. Жарықты сөндіріп, айнадағы сұлбаңызға қарап тұрыңыз. Және де 12 рет ібіліс деп айтыңыз. Егер бәрін дұрыс жасасаңыз, шамамен 2 секундтан кейін ібілістің кейпі көрінеді. Бұны орындауға ыңғайлы уақыт түнгі сағат 3 шамасы. Ғаламторда бұл ойын туралы шынайы ақпараттар аз. Бұл ойынды ойнағандар не болғанын айтпауды шешкен. Және де осы ойыннан кейін ол адам іштей тынып, бұрынғыдай емес туысқандарымен араласуды қойған. Дарума-сан. Дарума жапондық қыз. Суға түсер алдында шалынып ваннаға басымен құлағаннан кейін қайтыс болған. Ойынды бастау үшін түнді күтіңіз. Ваннаны суық суға толтырып, жарықты сөндіріп суға түсіңіз. Кейін Дарума кел деп 3 рет қайталаңыз.
Осы сәттен кейін денеңізге салқын адамның денесі тигенін бірден байқайсыз. Судан асықпай тұрыңыз, әйтпесе дарубанның елесі сіздің шалынып, басыңызды жаруға итермелейді. Егер ритуал сәтті орындалып жатырса, қыздың рухы сізді бір тәулік бойы аңдып жүреді. Сіз оны әрдайым айналаңызда бар екенін сезесіз. Егер тез артқа айналып бұрылатын болсаңыз, көзіңіздің қиығымен жас қыздың сұлбасын байқайсыз. Егер елес сізге қаттырақ жақындайтын болса, тоқта деген мағынаны білдіретін тамаре сөзін қолданыңыз. Ең бастысы ойынды түн ортасына дейін аяқтау керек. Рухты шақырған ваннаға барып, айналаңызда рухтың бар екенін сезсеңіз, китта деп айтыңыз. Егер де ойынды дұрыс аяқтамасаңыз, ол өміріңіздің соңына дейін артыңыздан қалмайды. Осымен видеомыз соңына да жетті. Видеоға лайк басып, комментарияға видео туралы өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Әрине каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге жаңа қазақстандық арна Делакс. Аман сау болыңыздар.